Қара бала. Қазақша әңгіме. Достар, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қосарай қаласының тап ортасындағы әкімдік үйінің алдында тәу заманнан бері қала халқы демалатын көлемді саябақ бар еді. Мұсылмандардың Құрбан айт мерекесінің 3-ші күні әдемі бір әйел 3-4 жастар шамасындағы баласын жетелеп осы саябаққа кіре берді. Демалыс күн болғандықтан ба, адам көп екен. Отыратын орындықтардың біразы бос емес. Саябақта серуендеп, сейіл құрып жүргендер де жетіп артылғандай. Саябаққа кіре бере әйел ту сыртындағы 9 қабат ғимаратқа жаутаң-жаутаң етіп 1-2 рет қарады. Көкірегінде бәрі сайрап тұр. Қай жылы, қай қабатта отырғаны, басшыларының мінез құлқы, жұмыс әдістері, бәрін есіне алды. Виталий Сергейұлы деп аталатын басшы төңірегіне көрікті әйелдерді жинағыш еді. Құдды бір гарем сияқты. Өзі келбетті, әрі шетел тілінің маманы болғандықтан, бұл да элита ортасына жасайтыннан тап болды. ақш-тан бір делегация келгенде аудармашылығымен бірден көзге түсті де, әкімдік мұны мектептен жұлып алып, өз қатарына қосты. Әуелі жұмысты офис менеджерден бастады. Әйтсе де, көбіне іскерлік кездесулерде жүретін. Тіпті аудармашы болғанның өзінде қонақ асыларда қызмет көрсетеді. Басты селбеп, келбеттілігі, тез тіл табыса алатын сергектігі, тағысын тағы басқа да іс-әрекеттер. Ресми аты жөні Сағила Беймұратқызы. Қатарластары оны Сакуша дейтін. Сол Сакуша баласын жетелеп, әрі-бері жүрді де, саябақтың түпкі жағындағы жалғыз әйел отырған бір бос орынға жайғасты. Анау әйел екеуі ауыздары жыбырлап амандасқандай болды. Әйел 70-ті алқымдап қалған, екі жағы суалып, бетін әжім басқан, кексе кісі екен. Екі көзі жаутаңдап, бұған бір басына бір қараумен болды. Бұл қарастың мәнін Сакуша бірден түсінді. Баласы өзгеше, шашы бұйра-бұйра, өзі көмірдей қап-қара. Тура сойып қаптап қойған африкалық. Тілі қазақша, ана-мынаны сұрап талқылап тұр. Кексе әйел. Алда Құдай-ай, мына бейшараның қызы ойнақтап жүріп отбасқан болды ғой. Немересі болуы керек. Ана қара халықтан тапқан шығар деп ойлады. Сакуша сыр берген жоқ. Үндемей отыра берді. Кексе әйелдің шыдамы таусылып, қарағым-ай, сұрауға ұялып отырмын. Баланың түрі өзгешелеу екен деп күмілжіді. Иә, бәйбіше көрініп тұрған соң несіне жасырайын. Түрі өзгеше екені рас. Әйтсе де, қазақтың қалпын қанына сіңіріп жатырмын. Есімі Алдан. Мен өмірден алданған, адасқан жанмын. Сонан соң атын осылай қойдым. Тек онысы несі? Деді кексе әйел шошынып кетіп. Өзің таптың ба? Иә, бәйбіше өзім деп кібіртіктеді Сакушка. Не дейді? Жүзі қара. Оған қалай дәтің бар дей? Өзің жаста емессің, Құдайдан қорықсаң едей. Кексе әйел шошынып кетіп, орындықтың шетіне қарай жалыстай берді. Арада ауыр үнсіздік орнады. Бір тайлаудан кейін Сакуша, білгіңіз келсе, мәнісін айтып берейін, деді жаймен. Кексе әйел жаулығы жоғары тұрып, жақындап келіп, құлағын тосты. Оқиға былай болған еді. Мектепті бітіргеннен кейін қазақ жастары көп аса бара бермейтін Алматының Инязына түстім деп бастады әңгімесін Сакуша. Алғашқы 2 жылым кітаптан бас алмай оқып, өзіме таныс емес тілді тиянақты меңгеруге жұмсалды. Ұстаздарымның да әр сөзді миымызға шағып құйғандай үйретіп, сапалы білім берген еді.
3 курста ауызша әжептәуір сөйлеуге, шет елдің газет-журналдарын емін-еркін оқуға жарап қалдым. Бұл 70 жылдардың аяқ кезі ғой. Алматыда шет елдің студенттері, жастары баршылық еді. Көшеде кейде, саябақтардағы би кештерінде солармен кездесіп қалып жүрдік. Олар африкалық, американдық адамдар еді. Тіл білген соң емін-еркін сөйлесе береміз. Сырт елден кедей-кепшіктің емес, бірыңғай байдың балалары келеді ғой. Олар кереметтей киінеді, ақшалары көп. Сол жылдары Алматыда джинсы шалбар, бетке жағатын опа-дала, француз дихиі сияқты ұсақ-түйектер көздің құрты болды. Қыз емеспіз бе? Киім кигіміз келеді, әдемі көрінгіміз келеді. Курсымызда аса сұлу 2 қызымыз болды. Оның біреуі Шым қаладан еді. Өзбек ағайындармен шатысы бар ма, білмеймін. Ол қыз соншалықты нәзік мүсінді, нағыз ботагөз қыз еді. 2 қызымыз солтүстік жақтан болды. Оның ендігі фигурасы естен тандырады. Өзі аса ашық, спортпен айналысатын батыл қыз еді. Мен арқаның бидай өңді дейтін қара торы қызымын ғой. Алматыға келген соң бетім ағарып, кеудем көтеріліп, бөксем жұмырлана бастады. Әу бастан бойшаң, аяғым түзу болатын. Ағылшынның ақ джинсиін киіп, көзімнің айналасына қоңырқай рең беріп, бетіме шамалы опа жаққаннан кейін нағыз сұлудың өзі болып шыға келдім. Шет елдік 2 студентпен жақын танысып, ұсақ тиек алып жүретінбіз. Бір күні қыздар, мыналар бізді пәтерге шақырып отыр, көп заттар әкеліпті, өлшеп керейік. Бопты барайық дедім мен де, елең етеп қалып. Пәтерлері даңғарадай, кең екен, бір бөлмені затқа толтырып қойыпты. Көзіміз шоқтай жанды. Олар әдетте арзанға, ақшамыз болмай жатса, қарызға да бере беретін. Ал келіп өлшейік киімдерді, юбка, кофта, джинсидің сан түрі, духидің неше атасы бар. Мен 2 джинси, 1 духи, ерінге жағатын 1 помада алдым. Құрбыларымда қарық болып сумкаларын толтырды. Жігіттер болса, сырғауылдай бойшаң, апай төс пәлелер ғой. Дастархан жайып, біздің заттарымызды жумақ болды. Шампан іштік, тағы бір сұйықтықтың дәмін таттық. Ол шетелдік жігіттер биге шебер, музыка қойылып, көңілімізді көтерістік. Бір кезде кескен теректе құлап түскенім есімде. Әр қарай түк білмеймін. Одан қанша жатқаным белгісіз. Оянсам, алпамсадай негірдің қасында жатырмын. Иттің зілдейін-ай, денемді жартылай әзер босатып алдым. Анау 2 құрбымда, 2 негірдің астында ыңырсып жатыр. Керуеттерде, диванда көп сықыр-сықыр. Сөйткенше, менің албастым да оянып кетті. Маған бас салды. Қарсыласуға дәрмен жоқ. Тыр жалаңашпын. Бұған дейінде боларыс болған сияқты. Ананы көргім келмей, көзімді тарс жұмдым. Ол болса, өліп өшіп, жалап жұқтап әкетіп барады. Қара бақайымнан аузыма дейін бүкіл денемді күйдіріп сүйіп шықты. Бір сәтте менің анауымды көнтектей ернімен өбе бастады. Құдай-ай, ондайды кім көрген? Бүкіл денем балбырап, арам тәнімдегі нәпсі жыландары қуана ойнақ салмасын ба? Өзімді басқа бір тылсымды неге тап болғандай сезімдім. Санам дұрыс сияқты, ал денем өзіме бағынбайды. Ананың қаққан қазықтай еркек мүшесі тәніме тиген сайын соған құмартып, емешем үзіле бастады. Сезімнің тұла бойында булағаны сондай, негірдің көнтек ернін қырыштай тістеп сүйе бердім. Бұл түн біздің жанымызда да, тәнімізде де өштестей таңба болып салған қаралы түн болды.
Мүберектің құрбаны болған қазақтың сорлы 3 қызы, мұны өлгенше жасыруға тырыстық. Жасырдық. Бірақ бір өкініштісі бар. Оқу бітіріп елге келген соң, алды-артыма қарамай, алғаш сөз салған адамға тұрмысқа шықтым. Бағыма қарай күйеуім мінезі жұмсақ, момын адам болды. Мамандығы есепші. Бір мекемеде әуелі қатардағы, кейін бас есепші болып істеді. Өзім әкімдіктемін. Бастығым Сергейұлы менің сауатты жұмысқа тыңғылықтығымды жоғары бағалап, үнемі қолпаштап, көтермелеп жүрді. Тұрмысымыз жақсарып, байи бастадық. Көлік алдық. Пәтердің 2-ін айырбастап, өте жайлы бір үйге көштік. Бір қыз туып алғам. Күйеуімнің бар арманы ұлды болу. Бірақ әкімдіктегі жұмыс кедергі болып, ол арман созылыңқырап кетті. Сөйтіп жүргенде жасымызда ұлғайып, 40-қа тақап қалдық. Енді шегінетін жер жоқ. Тәуекелге барып, бала көтердім. Қазір УЗИ бар ғой, ішімдегіні ұл деп көрсетті. Байымда ес жоқ. Асты-үстіме түсіп, өбектеп жүр. Өзі атадан жалғыз, әрі аурушаң, ұрпақ қалсын дейтін шығар. Осы баланы ерекше сағынышпен күтті. Ай күнім жетіп, аман есен босандым. Баламның шар еткен дыбысын естігеннен кейін шамалы талықсып кеткен екем. Есімді жиып баланы әкеп көрсетеді ғой деп күтіп жатырмын. Медсестралар зыр қағып жүгіріп жүр. Көз қиығымды салып жүздеріне қарасам, бір түрлі абыржулы сияқты. Балаға бірдеңке болған екен деп жүрегім су ете қалды. Сендерге не болған? Ұлым қайда? Неге көрсетпейсіңдер деп айғай салдым. Қазір дегендей болды біреуі. Жүзінен мысқыл ма, кекету ме, әйтеуір бірдеңкенің нышаны жалт етеді. Мосқалда орыс қатын құндақтаулы баланы қолыма ұстата салып, бетіме таңырқай қарады. Баланың бетін ашып қалсам, қап-қара. Естерің дұрыс па? Менің баламды ауыстырып жібергенсіңдер ме деп баж ете қалдым. Жоқ, бала сіздікі деді қатын. Мен перзентхананы басыма көтеріп шыңғырып жатырмын. Жоқ, менікі емес, жоқ дедім. Құдай сақтай көр. Сонда қалай болғаны деді манданат бері Сакушканың әңгімесін ұйып тыңдап отырған кексе әйел. Иә бәйбіше, бұл адам айтса сенгісіз сұмдық жағдай болды. Сакушка кемсең етіп көзінің жасын сығып алды. Арада 16 жыл өтті ғой. 16. Психолог дәрігердің айтуынша, менің жатырымда баяғы негрдің ұрығы қалып қойған. Өзіне қолайлы сәт туғанда, ол менің ұрығыммен будандасқан екен. Міне, гәп қайда жатыр десеңші. Содан кейін күйеуім де, қызым да, бәрі де менен теріс айналып, безіп кетті. Елдің бәрі баланы мен шетелге барып жүргенде, немесе олар келгенде ойнастан тапты деп шешті. Мұндай қорлыққа шыдау қиын. Бір күні баланы өлтіргім келіп, ваннадағы суға тұншықтырдым. Екі қолы ербеңдеп, қақалып шашалып, су астында өзіме бақырайып қарағанда, иманым ғасыл болып, қайта суырып алдым. Бейшара баланың зәресі ұшқаны сондай, мойнымнан тас қып құшақтап, кеудеме жабысты да қалды. Ал менің ішім алай-дүлей, өзіммен өзім жеркеніп, кектеніп алғам. Іштен шыққан шұбар жылан деген сол. Бәрібір баланы өлтіре алмадым. Ендеше өзім өлейін деп ойладым. Бірақ мына байқұсты кімге қалдырам? Кім оны бағады деп, ол райымнан да қайттым. Қазір не өлі емес, не тірі емес, ұяттың отына күйген бейбақ болып жүріп жатырмын деп Сакуша әңгімесін аяқтады. Ей сорлы ай, жастық шақтағы селтеңдеудің зауалын тартқан екенсің ғой деп
кексе әйел жөніне кетті. Сакуша құлтыңдыратып ойнатып жүрген баланы шақырып алып бауырына басты. Сөйткенше болмай оның жанына бала ерткен екі әйел келіп отырды. Былшық бет, қотан аяқты сары қатында екі аяғының арасынан ит өтіп кеткендей тыриған арық қара қатында аузы-аузына жұқпай сампылдап орысша сөйлеп отыр. Олар саябақта ара-арасында өздерінің балаларына Толик, Аскарик, иди сюда деп қояды. Сол кезде Сакуша қатты ойланып кетті. О, қазақтың әйелдері-ай, білсеңдер ғой, бұлар кімді тәрбиелеп жүргенін. Ертең олар рухсыз, ана тілін құрметтемейтін мәңгүрт бірдеме болып шығады ғой. Мына әйелдердің қорлықтарын-ай, мына миғұла мүскіндер соны білмейді ме? Мен бейшара айдаладағы африкалықтан қазақ жасаймын деп тыраштанып жүрмін ғой. Ал мыналар неге қазақтың баласын орысша тәрбиелеп Серик, Аскарик деп өздерінше болып ат қойып отыр? Неге мыналар қаны да, жаны да қазақты қолма-қол орысқа айналдырып жатыр? Жаратқан жаппар ием-ай, парақорлықта, зинақорлықта, ұятсыздықта бәрі де көрініп тұрған жоқ па? Рухы сөнген, сана сезімі тас керең болған бейшара сорлы екен. Бұлай баланы орысша тәрбиелеп отыр. Жанындағы балаларына орысшалап әрдеңкені айтып, өздері орысшалап әңгімелесіп салпыңдап отырған әйелдерге қарап, өзі қатты намыстанып кетті. Әңгіменің соңы. Достар, әңгіме ұнаса төмендегі пікір бөліміне өздеріңіздің ойларыңызды жаза кетіңіздер. Және де қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің арнамда плейсте бөліміне кіріп, өздеріңіз қазақша әңгімелер жинағын, аудио кітаптар жинағын, және де пайдалы ақпараттар, рецепттер, қолөнер және де көптеген қызықты видеоларды тамашалай аласыздар. Және де ең бастысы, қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін жай ғана төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға алдын ала рахмет.
менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдайық достар. Төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар.